Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жыл басында елімізді дүрліктірген қаңтар оқиғасына қатысты тергеп-тексеру әлі де жүргізіліп жатыр. Билік кімнің нақты кінәлі екенін әлі күнге дейін ашып айтқан жоқ. Қамауда отырған Кәрім Мәсімов және биліктен шеттетілген Назарбаев әулеті, бұның барлығы арнайы ұйымдастырылған төңкерістің кінәлі жазықтылары болуы мүмкін бе деген сұрақтарға нақты жауаптар жоқ. Дегенмен жазықсыз құрбан болған қаншама адамдардың артында сұрау бар екенін ескерер болсақ, бұл жағдайларға кінәлі кім екендігін анықтау биліктің ең бірінші орынға қоятын мәселесі болуы тиіс. Ақпарат көздерінде қаңтар оқиғасына қатысы бар жоғы тексеріліп жатыр деген адамдардың ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі Болат Назарбаев та бар. Ведомствоаралық тергеу тобы Болат Назарбаевтың мемлекеттен қомақты көлемде ақша жымқыру фактілері мен оның қаңтар оқиғасын ұйымдастыруға қатысы анықталып жатыр дейді. Арнайы инсайт дерек көздерінің хабарлауы бойынша, немере інісі болып табылатын, яғни Назарбаевтың немере інісі Қайрат Сатыбалдыны тергеу процесінің экономикалық кезеңі аяқталуға жақын. Оның да қаңтар оқиғасын ұйымдастыру барысына қатысы бар жоғы тексерілуде. Тергеу тобы жоғарыда істерге Болат Назарбаев қатысты ма жоқ па, бұны алдағы уақытта анықтайтын болады. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі таңда Назарбаевтың інісі Болат Бішкек арқылы дәл сол қаңтар оқиғасы кезінде Дубайға ұшып кеткен болатын. Ал осы орайдағы сіздің пікіріңіз қандай? Төмендегі комментарийге өз ойыңызды қалдырыңыз, каналға жазылып қолдау білдіруді ұмытпаңыз.